бір нәрсені ойлаймыз, соған сауап аламыз ба, күнә аламыз ба, соны айтамын. Бір күнәлі істі ниеттенесіз, ойлап жүресіз. Бірақ та одан бас тартасыз күнәдан, өз қалауыңызбен. Сол үшін сауап аласыз, бас тартқаныңыз үшін. Бір іс-әрекетке, сауапты іс-әрекетке ниеттенесіз, жоспарлайсыз, бірақ оны іске асыра алмай қаласыз. Сол үшін де істегендей сауап аласыз. Бір әрекетті, сауапты істі ниеттенесіз, соны орындай алсаңыз, 10 еседен 700 есеге дейін сауап. Енді бір күнәлі іске ниеттенесіз, бірақ та жоспарлап, қалап жүрген затыңыз сіздің қалауыңсыз, күнәлі істі жасау әлі де ниетіңіз бар, бірақ сіздің қалауыңсыз бір жағдаймен болмай қалса, бірақ әлі де сіз ниеттеніп жүрсеңіз, сол күнәні жасау, сол үшін күнә аласыз. Так что әрбір амалда ниетті түзетіп отыруымыз керек. Дұрыс ниетте болуымыз керек. Пайғамбарымыз не дейді? Иннамал а'малу бинният. Барлық амалдар ниетке байланысты. Әрдайым ниетімізді түзеу жүрек. Сахабалар айтатын, біз үшін ең қиынды істердің бірі әрдайым ниетімізді жаңартып жүру, түзелеп жүру біз үшін ең қиынды іс. Осы еді дейді. Сол себептен кез келген амалды сауапқа да шығаруға болады, кез келген амалдан күнә алып кету де қауіп бар. Ниетімізді түзеп жүрейік.